Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздердің назарларыңызға Қазақстан тарих пәнінен 7-ші сыныпқа арналған сабақ ұсынылады. Сабақтың тақырыбы сырымдатылып бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. Бүгінгі сабағымызда біз халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтаймыз. Сырымдатылының нақыл сөзі. Мен ағайынды екеумін. Біреуі өзім, екіншісі халқым. Сырымдатылының мен ағайынды екеумін, біреуі өзім, екіншісі халқым деген сөздің мағынасы өзінің жеке басын халқының тағдырынан бөле алмайтынын, екеуінің бір тұтас, бір ағайынды ретінде көретінін білдіреді. Яғни, ол өзінің өмірін, күресін тек өз мүддесі үшін емес, халқы үшін де арнағанын көрсетеді. Бұл сөз ел мен ердің бірлігін, халыққа деген адалдықты білдіретін терең ой. Деметриус Булжер, британдық жазушы, мынадай сипаттама береді сырымдатылына. Сырым батыр, жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, айлалы ерекше тұлға. Ол халықтың сүйіспеншілігіне бөленген, халық оған табынған. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері: қазына, бағалы заттар, материалдық байлық; расправа, отарлау жүйесінің әкімшілік органы; старшин, ру басшысы; айшуақ, кіші жүзді 1797-1805 жылдар аралығында билеген хан, Әбілқайыр ханның ұлы; Қаратай, патша әкімшілігіне қарсы шыққан кіші жүз сұлтаны. Көтерілістің себептерін анықтау үшін сіздерге суреттер тізбесі ұсынылады. Бұл тізбе бойынша біз көтерілістің себептерін анықтаймыз. Біріншіден, бұл жерде қазақ бай сұлтандары, ақсүйектердің озбырлығы; екіншіден, патша әкімшілігінің отарлау саясатының күшеюі; үшіншіден, казак әскерлерінің озбырлығының күшеюі; төртіншіден, жайылым жерлердің тарылуы. Көшбасшы және тыңдаушылар әдісі бойынша мен сіздерге сырымдатылының көтерілісіне қысқаша сипаттама беріп кетейін деп отырмын. Көтерілістің болған жылы 1783-1797 жылдар аралығы, яғни бұл көтеріліс 14 жылға созылды. Бұл көтерілістің басшысы Сырымдатылы Байбақты руының старшыны. Көтеріліс болған жер кіші жүз. Көтерілістің қозғаушы күштері: қарапайым көшпенділер, шаруалар, би, старшын, батырлар. Қатысқан рулар: шекті, төртқара, қаракесек, шөмекей, кете, алаш, шеркеш, таз, байбақты, беріш, табын, жағалбайлы. Көтерілістің мақсаты: жерді пайдалану жүйесін қалпына келтіру, Нұралы хан тағы басқа ақсүйектердің озбырлығына шек қою. Жазалаушы отрядтары: 1785 жылы 405 казактан тұратын топты Назаров бастап келді. 1787 жылы 15 наурызда 1250 қарулы қазақты старшындар Колпаков пен Пономарев бастап шықты. 1790 жылы атаман Донсков 1500 солдатпен қазақ жеріне келді. Көтерілістің жеңілу себептері: старшындар арасындағы алауыздық, нашар ұйымдасуы, топтар арасында байланыстың болмауы, ру арасындағы қайшылықтар. Көтерілістің тарихи маңызы: бұл көтеріліс ірі халық сипаттағы көтеріліс болды. Патша үкіметінің түпкі мақсаты жер басып алу екенін дәлелдеді. Ру арасындағы қайшылық мақсатқа жетуге кедергі болатынын көрсетті. Енді сіздерге тапсырма ұсынғалы отырмын. Бірінші тапсырма: ортақ бастау болатын сөзге үш сөзді табу керек. Мысалы, ұлт-азаттық, бұл бастау сөз. Бұған үш сөзді табамыз. Біріншіден, бірінші сөз: ұлт-азаттық көтеріліс; екіншіден, ұлт-азаттық қозғалыс; үшіншіден, ұлт-азаттық күрес. Екінші тапсырма: мына сөздерге ортақ жалғау табу керек. Жетек, көтеріліс, тілен, кеңес. Ортақ жалғау шы болады. Сонда жетекші, көтерілісші, тіленші, кеңесші болады. Үшінші тапсырма: бірінші сөздің соңы екінші сөздің басы болатын сөз табу керек. Азаттық, қарулы; оқиға, ақпарат; Қаратай, айшуақ; орынбор, расправа; көтеріліс, себеп, патша; батыр, рух, халық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.